Біздің бүгінгі тақырыбымыз су айналымы. Күн, мұхит, көл және өзен суларын қыздырады да, су булану процесінде су буына айналады. Өсімдіктер де транспирация процесі кезінде жапырақтан ауаға шыққан бу түріндегі суды жоғалтады. Су буы ауаға көтерілгенде ол салқындайды да кішкене су тамшыларын түзеді. Бұл тамшылар бірігіп бұлт құрайды. Бұл процесс конденсация деп аталады. Бұлт әбден ауырлап, су тамшыларын ұстай алмағанда, олар жаңбыр, бұршақ немесе қар түрінде қайтадан жерге құлайды. Бұл процесс жауын-шашын деп аталады. Жерге түскен судың бір бөлігі топыраққа сіңеді. Бұл су бізге жерасты сулары түрінде қолжетімді. Қалған су мұхиттар, өзен, көлдер мен теңіздерге оралады. Бұл процесс су жинау деп аталады. Содан соң күн бұл суды қайта қыздыра бастайды. Судың осындай циркуляциясы су айналымы деп аталады.